әкемнің сөзі хандардың бұйрығындай өмірде өзі қадірін дейді ұғынбаймыз. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығыңнан жаралған екем. Жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығыңнан жаралған екем. Жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анашым сыйың бәрінен биік екен, таудан да биік. Әкемнің иық екен, шықсам да шыңға басымды иіп өтем мен. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығыңнан жаралған екем. Жүрегімдегі бұл өмірдегі Бірақ дәл сол күнге ниетімізді, көңілімізді классын бүлдіректеп достары, көршілері келіп жатыр. Сондықтан дастарханды ашық деп жариялап жатырмыз. Сондықтан Нығмет мен тұрғанда команда жолдай емейді ғой. Басқару бұйырып тұрған екен, әрмет ететін 3 отделение біріміз болды деп. 3 адам бір отделение деп. Келеді қазір. 3 рота бір полк дейді, сол сияқты. Қазір Аллаға шүкір біраз басымыз қосып отыр. Тағы да келе берер. Мәкенің досы да көп. Сыйластың адамдары көп. Сондықтан бүгінгі күнге толық бұра беріп, бірақ баста беректе болсын. Баста бәріміз дастарханда. 70 дегенде байқаған адамға басына өзіміз ел салмадық қой. Некенің 70 барымыз. 70 барымыз. Бұл алға артқа қарайтын. Әкелет, отыра берсек. Ай, не ашулап кеттіңдер? Адам жаңсық қоймайды. Жәйт бір ойладыңдар ма? Бесін күні? Иә, сол бәрі. Бәлем бәрі осыны шық. Қарашаға тек oldu. Қай жері? Талаққа. Сондықтан қатар болғасын әділсі барымыз. Класстастықтардың біраз келіп жатыр. Әлі керемдейдері болуы мүмкін. Мен енді Нұрмет 63 болса, 72 жылы осы бірлікте оқыдым бір жыл. Содан бір достық, парталас болдық. Сырлыбай бәріміз бір класста, бір партада болған жігіттерміз. Содан бері мен енді 9 класс бітірдім де Келіншегені 10 бітірдім. Бірақ маған ыстығы бірлік. Өйткені ол жақта көп арғылықта, көп бармаймын, хабарласпаймын. Алан бірлікпен қоян қолтық жұмыс істедік. 20 жылдың үстінде теу уақыттық. Қай уақытта келеміз, Сырлыбай Нұрметтің үйі деп, әйтеуір досымызды іздеп барып жатамыз. Сондықтан бұл енді өмір ғой. Сөйтіп зырғып, заман өтіпті де, 70-ге толып жатыр екенбіз. 2-3 алды, класстастардан 1-2 толды. Олар біріне барды, ұлы жасады. Кәңгірін жасаймыз өзгенде, 56 жылы басталды. Сондықтан әркімнің өзінің дастарханы, шамасы, шарқы деген болады ғой. Сондықтан біз өкілмейміз, бірақ туған күнін шақырмайды дейді. Біз сол Нұрметті шақырған жоқ. Нұрметті берген бас. Бүгін туған күні құтты болсын айтып келіп жатырмыз. Не дейміз, біз Құда сыйлап, Құдағи сыйлап өскен. Қазақ көсей, сондықтан алыстан келген Құдағиларға алыста келген Құдағиларға жол береміз. Біз жасы кішілер демейміз, үлкенден жоқ оқшылар өзіміздің ауыл, дос. Қонақ сыйлаған адамбыз, Құда сыйлаған адамбыз. Сондықтан сіздер бастап берсін деген өзімнен. Шамал киімде бәрі. Асабалық қызметін пайдаланып. Зәке, бүгін 70 жасқа келіп қалыпсыз. Өшісің де еттіп қаламыз. Алланың берген жасын жасап жүре беріңіз. Бекейін күн бір жаста қартаймыз. Айтып отырып жүре беріңіз. Осы балалардың ортасында бекейін күн шап,
алыстағы жақындағы балаларымыз келіп осы тойлап жатыр екен. Алла осы тойды маңда шауып жүрелік. Алыстан біз келіп жатырмыз, Құдаға екеуміз шақырмаса да той жылда баратын бүгін 70 келіп жатыр екен, Құдамыз барып кетейік. Келдік. Менің шешем жасым жетсін, шешем бағы есін болды. Шешем бағы. Алып кетті жасасаң жақсы. Уайымдай берсең атанбас еді. Мен пассивный адам ғой. Өз-өзден жүріп. Мен де ғой жазылам деп жүрмін, ауырмаймын. Алла тағала мен денсаулығымды берсін, денсаулығымды бүйтіп Алладан сұрай беріңіз. Ауырмайды адам жоқ, бірақ сол. Бәріміз ауырамыз. Емделмеу керек. Тағы бір Көжек бардан кейін қызымның енесі. Дәм беріп жатыр бұл жаққа. Құданың туған күні құтты болсын. Бейсекең екеуіңіз бір жаста қартайып, аман есен жүре беріңіз, тәуір болып кетіңіз. Тағы 70 жасаңыз, аман болыңыз. Аман болыңыздар. Немере, шөбере, шөпсек сүйіңіз. Өстіп, әдемі қалқи ортамызда отыра беріңіз, аман болыңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Дастархан басындағы кісілерге, отбасына береке, мереке болсын, тілек осындай. Тойда келсек, аман болыңыздар. Құрдастарымыз яратымыз, құрдастарымыз аман болсын. Ауыр жатқандар тәуір болып кетсін, аман болайық. Аман болыңыздар. Телефонда намыс болмайды. Тем более біздің ортам қиылған. Ортамызда жаңа админ. Осы қырғылықты да осы ұйымдастырған, сырлы ұйымдастырған ол кезде. Алланың берген жазғансы бәрін жасап, осы қырғылықтан басталып, осы... Сырғылы ете кетіп қалыпты. Бекер кетті деген екен. Сондықтан мынау... Одан кейін Нахмет... Топ сөйлеп жатқан ғой. Алау. Сондықтан біз айтып отырғанымыз ғой, біздің админіміз мынау 50-60 жылғылардың осы жердегі кластастардың осы жерде басқарушысы өзі армандай береді, осы балалармен бірге жүре ма, ондай болды отырып қалма деген уайым көп, бірақ айтамыз ғой, уайымдама, өзің досың келіп бар, Құда жегет бар, Аллаға шүкір, осы жасқа келіп жатсың ғой деп Ассалаумағалейкум. Денсаулығыңызды бір алып қояйық. Lagi ikut, dia soal cara ni apa? Kunal betul, kat cara ni, mana? Pasal, kasih kalau Şehit turgan namazga enim yok. Namaz dörtten salamam. Құдай кету, біреуі екеуіне өтіп қойды. Біреу қартайсын, біреу балам ғой. Кеште болған өздерінен көрсін, біреу ағаларымыз отырып, өзіміз жастарымыз отырып. Расында екісі ғой бастасы деген біз сыйладық. Сондықтан бұл сәкен ғой. Арқа отырып, бесем күрек үшеуіне бірге ертіп, тоқтап берсе, ертең артық бағытса тұр, қаттан бересілеріміз. Saray yakalısınız. Uçurursunuz.
Kabul koyuyorsun. Kabul koyuyorsun. Kelmeyemiz dedik. Aytmayın de olsun. Oğlan pustuk koy. Bırak gitti. Sen nasıl yapıyorsun? Aklım var ne? Var mı? Alamayacağım. Ziyen dışım çıkarttım da orada. Neden başlayayım? Halasında çıkıyor. Otur sen hocam. Otur bakayım. Yok hocam olsun mu sen divandan başka? Şidayım gibi koymasın be. Buradasınız futbola gelip kadar. Daha aslanın kadar ödeyip klastasınız. Cengesi. Yege uçaktım gülüyor. Sen şey okuyorsun. Namaz okudum ben. Hayır namaz diyor. Bugün onu kutusu. Babanla. Yedim canım. Bu sözü yürüdü dedi. Bir de baba olmuyor. Kulak ettik bak. Ne git telefon duyurum canım. Nasıl uçup sözümde mi kaldık? Gaya. Aynısında. Жақсы. Аман-есен. Kilega şeyine var. Кім? Var Sırlıvay, Marka. Markalar mı? Sonra birinde kile veremiz. Kile sal men köy dedi bilmiyor ya. Жоқ, ендігіңді басып алайын. Tamam Marka. Ay sen söz vermesең de үйрендік қой. Tişört. Amılisi tak ya. Sen sıkma ben. Ah, Marka. 아빠 소리 있네. Şimdi. Orada anlamayı bulken kırmaydı da. Konuşalım şu an. Olsun diye şükür. Allah Taala'dan güçlemesi biz ne görsek sonra göremiz. Lekin mana to'y ekan qutlu olsun. O'ngishasini uzoq bo'lsin. Bola chaqaning yaxshiligini, qizilligini ko'ruvdan Allah Taala'miz ayirmasin. Qancha jas bersa de berekesini bersin. Ağırmay. Bir gün ağırmaganın o'zi жылға татиды дейді. Осы бала шағаның алдында тек қызықшылық көруді жазсын. Дастархан осындай тойға, жақсылыққа жайылсын. Ашарықта жақсылық болсын. Адам өмірді аздап сүреді, көпте сүреді. Бірақ сол сүрген өмірдің ішінде мәні болады, мағынасы болады. Сондай-ақ досы да көп, құрдасы да көп. Оның да ішінде сыйласатын досың болады, сырласатын досың болады. Жаңағы тамағыңды ішіп, есіктен шыға сені әңгіме қылатын да дос болады. Соның ішінде енді мен көптеп сөйлеп кеттім, кейде көңіл босап кететін. Айта берейін. Бірі де бірыңғайы да дос дегеннің ішінде де, бауыр дегеннің ішінде де ең қамқор өзім деген адамға өзегін суырып беретін дос. Біз үшін тұлға, біздің бірлік үшін тұлға. Siyasi тұлға деген ме? Ау? Siyasi тұлға. Саяси мейлі қандай тұлға болса да. Adami жөнінде. Адами жөніндегі тұлға. Азаматтық жөнінде тұлға. Саясатпен көп арадаспай. Мен үшін адами тұлға. Мына туылған күні құтты болсын. Естімей болады. Ендігі бала шағаның алдында әдемі қартаюды жазсын. Жаңағы
дегенде бәрінде Алла тағала ғой. Соның ішінде жағы елден сұрап алған сөздеріміз де көп қой. Бие сұрасаң түйе береді деп. Сондай-ақ әдемі қартаюды жазып, сіз бізіміз арылмай, әйтеуір еңбектесек те, шетектесек те, әйтеуір әдемі бала-шағаның алдында қартая берейік. Денің сау болсын. Осы бір күнгі жарыққа, 1000 күнгі қараңғыдан бір күнгі жарық дейді ғой. Жақсылығымыз көп болып, осы бір тура нанменен бір кесе шайды көңілді отырып ішкеннің өзіне не жетсін. Бақытты болып, осы бала-шағаның алдында жүре берейік. Барлық осы дастархан басындағы барлық отбасына жақсылық, береке, ынтымақ берсін. Бала-шағаның тек қана енді қызығын көріп, жақсы қартаюды берсін Алла тағала. Айтқаның келді. Аман бол. Айтқаның Шапан жаттықта сурет көтсеміз деп дастархан үсті болған еді, бәрі төлеп болды. Продюсерлер бәрі болды. Мына жерде тұрып, дамыр қазір сөзіміз десек, жақсы сөзіміз деп, жақсылығымызбен жақсы тамақ. Яке туғаның құтты болсын. Басты өреді, денсаулыққа денсаулығы мықты болсын. Денсаулықтың арқасында, осы құдағылардың арасында, құдақтардың арасында, немере шөберелерінің алдында кемпірмен бірге қартаюды Алла нәсіп етсін. Жақсылықпен жүріп кет. Жүрсе, тұрсай орын. Жүреді бірақ запалда не? Екі тамыры, бесін күн сен біткіп, нешті ки? Ол бейшара кетіп біледі. Денсаулық болсын, денсаулықтың арқасында. Сүйлік ойнап өстіп, теңді тұрғандарында сүйлік ойнап жүре берейін. Алла соған жеткізе берсін. Бесі бітке сен кеткен ғой? Сондай, келіншегіне рахмет, сыйлап сөйлеп отырғанға. Тәрбиелеген бе? Сөйтіп тәрбиелеген ғой. Иә. Тәрбиеледі ғой я. Дұрыс. Енді ал қой жоғына келейік. Тәрбиелеген. Біздің алпысында жанжарына құдағайлар қыздар отырып. Жайлап. Біз енді маған ондай право берілген жоқ. Мен айтам сіздерге. Бізге айтпасаң, сөйқарып айтсаң. Бұл жердегі Ақырда барып Түнде соны жуып кетпейсің ба шешең екеуің? Шешең де келеді, алда келеді, таңғы 7-ге дейін мысалы жуып кетуі болады деді. Ол кісі үшін жұмыс істеп қалған, отырмайтын кісі жуған деді. Екіншіде менің шешеме әңгіме айтып жума деді. Біз 6-ға келіп, біздің өзім шешемге әңгіме, сен кім едің дедім. Екіншіде, әке кешіріңіз айтпайды, ешқай болды. Жусын, айтпай-ақ, шай отырып жеңге сал болды. Ол кісі көңіл алып қалды ғой. 93-тен 93. Қайда әжеңе рахмет деді. Ыдыс жуып, жаңағы же сыпырып, кіре берсе шықпар, барса болды деп. Арасында бар ғой, деп шыққандарды қадап. Естеймін. Мен тұрғасын. Бұл енді дастархан болғаннан кейін бір әңгіме бассақ, біразға созылады. Айтпа деп тағы да айтамайсың. Бұл енді біз Нәкеңнен бұл қойбаға қырғын. Бұның арнасы болмайды. Сіз жемін. Нағашы жиын мақтау керек қой? Мен жамандаған жоқпын. Бұл кісімен аралассаң сойған болады дедім. Ей, болмайды. Сойған болады. Әңгіме таусылмайды деген сөз. Мына сөзді бірден қабылдап отырсаңыз, біз әйелдеп айтамыз, жоқтап айтамыз, сіздер прямо қабылдайды деген. Мен айтайын. Бір отырсыларда айтады, ұл балаға сөзді бермей-ақ қойсын деп болады, ана немен телефонмен айдап салады ғой, Расы ғой. Оны WhatsApp-тағы қайталайды. Сосын қыз қоймағанда бір сөзді қайталайды. Бүгін Нәкеңнің жеткізілген екен, осы өңірде енді қатар болғасын, құры болғасын, сөз шығып кетеді. Аяқтан көреді. Менің кешегін бір тілек ашып еттім, сосын берді, асып айтып. Жаңа сіздерден құда деп бастадым мен. Біреу мына қарындасым өзі, қойшы менің қызы. Біреу арыстан күйеуі мен үшін. Құдағым деген. Нәкең үшін құда шығар. Мен үшін күйеуі. Мен сіз құда бала, неғылар бізге
Құда ол бізге. Сіз өзіне барғанда қарындас бола ма? Жоқ, дәл жерде күйеуім маған. Жоқ, құда. Мен үшін деймін. Үйіне барғанда қайтып отыр. Үйде емес, любой жерде күйеуім. Құдам жүйеміз алып сақтайды. Келді, сөз беріп директор бар, Нағашын сөйлейді. мен үшін деп жатырмын. Бұл жер үшін болғандар үшін. 40 жыл бар. Әкеліп жетті жұрттарға. Хорошо. Сонда мынау құда-құдағи сөйлеп жүрсін. Дұрыс дұрыс. Содан кейін шақырамын. Азаннан бір айтып қойған көп біледі. Таяғым менің аяғыма қойып қойған. Сізді құласын деген ғой. Ал тыңда. Аумин. Осы ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз солай екен. Құдағай екеуміз шоу алдымызда. Бәріңізге жақсылық тілеймін, пендерің отбасыларың аман болсын. Тойда келесек, әрқашанда. Бәріміз бақытты болып, күліп ойнап жүре берейік. Құдама 100 жаса деп жатырмын мен. Әмин. Одан қарай мынамай қылдым. Мақұл. Сіз ойнамасаңызшы. Аумин. Аумин. Аумин бол. Алланың берген жасық. Алла береді, Алла өзі береді. Біз үйде құда құсақты жүрміз. Маған қыз болсын ба? Маған қыз болсын ба? 100 жас Маған қыз деген болсын. 70 жас деген жай жас емес. Бұл жаңағы әулеттің ақ батасы, парасаттың, сабырлықтың, көп билік пен еңбектің таразысы ғой енді былайша айтқанда 70 жас деген. Енді мына Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін. Деніңізге қуат, жүрегіңізге иман, шаңырағыңызға шаттық, дастарханыңызға мол ас берсін. Мынау өсіріп отқан балдарыңыздың құдағи екеуіңіз қызығын көріп, соларға сүйеніп, мына немере шөберелеріңіздің жаңағы шаттығы мен күлкісін көрсетсін Алла тағалам сіздерге. Енді мынау жаңағы Ұмытқан жақсы. Соларға енді сіз мынау ақ батаңызды беріп, жаңағы ақылыңызбен ақ жол тілеп отырмыз енді соларға. Мынау сіздің енді бізге амандығыңыз қажет. Алланы әрбір күніңіз жақсылық пен мерекеге толы болсын. Мына отырған игі жақсылар, сіздердің де отбасыларыңызға амандық тілеймін. Алла осы жастарыңызға жас қосып, аман есен жақсылықта қауышайық. Бір тартып жіберіңіздер. Әзір мына жақта музыканың үні шығып жатыр. Бұл болсын дейді. Қазір мынау Нәкеңнің туған күніне музыкалық сәлем ұстау шәкірттері, ауылдың балалары келді. Стаканды ұстап, жылжып кете береді. Оған тон керек емес, осындай керек болып. Тон тастап кетеді. Болдырамыз, асықпай. Бөлек жасымыз. Әдем билеп отыр. Айта беріңіз. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум деп амандасып қояйық. Құрметті тойдан төрінен орын алған барша апалар, құдағилар, еліна бүгінгі ұлағатты ұстазымыз санаулы ғұмырын
ұстаздыққа арнаған біздің Нығмет ағайымыздың бүгінгі толып жатқан мерейлі 70 жас тойы құтты болсын. Алланың берген жасын жасай беріңіз ағай. Енді осындай керемет шаңырағыңызда қызықшылық болады дегеннен кейін былай қарай өтіп баратыр, өтіп кете алмадық. Ағайымызға бір кіріп шығып, бір құттықтауымызды айтып, әйтеуір шама шарқымыз келгенше келген қонақтарымызды бір тамаша бір-екі ән болса да бір сусындатып берейік деген ниетпен тойларыңыз тағы да құтты болсын. Аллах әкелеріміздің, аналарымыздың құрметіне бір тамаша ән болсын. Almatı'dan geleceğim. Almatı'dan. Kendime getirsin. Gezinin Allah'dan kiyinge şeberim, şanıki şan şırıgım. Salmasan köş kuvat demivim, sürünsün kırıgım. Kaldırmasa yasağı
Kepçe kalmaz koluna tek mutlu sazan Saydolun erege elde çok bakımdan Çetelimin jurmam ege söz diyen bolgadan Her kaşanda Da böyle ayter. Yemin demiş ki değil. Şey verin kız geldi anlattı. Fıstık şey var mı? Kime veriyorsun sana da? Getir al. Ama da Şirinlerim çalganlar Kalağa gidip yetip ben Ardından çürüp varman Avuldan çıkıp gelip Arayıp basman Aralasam yol cilcilde Ağustan avuldaşlar Sarıp çürüp cilcilde Arayıp basman Aralasam yol cilcilde Ağustan avuldaşlar Sarıp çürüp cilcilde Kulmatın güldün beline Ümrasmandı sandım Tünikör soyun şedinde Kurdaslarımda uzandım Şu sarıcı bağlamın Kuşimnin çanı sandım Ağayın boğaz bağırın Şişirnem şayın sandım Şu sarıcı bağlamın Kuşimnin çanı sandım Ağayın boğaz bağırın Şişirnem şayın sandım Emrin diyen tapkanday Kamısan duydum sandım Şimdirgen ağzın aytkanday Davulsan düldüm sandım Avuldan kuşkenmin Anada öyle üsmeyle Avuldan adam kuşkenmin Adamdan avul gözüyle Avuldan kuşkenmin Alada öyle üsmeyle Avuldan adam kuşkenmin Adamdan avul gözüyle Avuldan adam kuşkenmin Adamdan avul Hatta cılgasın şimdi. Ağılda болсақ тауып аламыз деген екен. Құрметті ағайындар, жақсыдан тыңдады. Мынау көрдіңіздер ғой. Ұстаздың балалары
құрметтеп жатыр, келіп жатыр, естіп жатыр екен, арнайы шақырылған әкелеріміз, бірақ Нәкеңнің осы ауылда туғаны, күні қандай жағдай болар сезіп, келіп көңіл көтеру үшін сіздердің алдарыңызда өнерін көрсетіп жатыр. Рахмет дейміз жігіттерге. Енді ары қарай жалғай береміз. Енді анау көпшілікте сөз тауып, олай ұйымдастыруымыз күнделікті жасап жүрген кәсібіміз. Сонда да болса осындай ортамызда амал жоқ. Нәкең жүрегі жадамай bir жағдай берін деп мен жалдап жатыр ғой. Саған бір жарты бермесе де болады. Саған бір жартының керек. Шарт келеді. Шарт келеді. Сондықтан ортамыз толып жатыр. Сен жаңа айттың ғой, келін сүйет мен дейтін. Келін ғой жаңа таныспаңдар, мен қызым. Төрге шыққанын, көзіме төрге шығып. Сол мықты ма, мен мықтымын ба? Енді сен кластасы бар, қайнаға жағынан екі жағын тегер ұлдаған. Соның жолы жоқ, абысы ол деді ғой. Мен біттірмін, соны мен енді өзім жақын айтып қояйын деп жатырмын. Мен өзімді өзім асабадегі бәрін айтып қояйын деп отырмын. Нағашы, 4 күнге келіп отыр. Мен білмей отырмын, мен соны. Қазағым неге отырған жоқ, 4 күнге. Біз үйде ұзақ отырады, білемін. Сондықтан сөзді шамал келтір, былай ұқсатып алайық деген әңгімен араға сөз пайда болсын деп отырған әңгіме. Жаңа ортамыз толды. Бұл жерде сөз беріп қойған Гүлбарам. Бастап қойғанбыз, біраз жерге барғанбыз. Енді таныстырып жатырмын. Гүлбарам бауыры әрі кластасы. Осы ауылда өскен Гүлбарам үшін... Байзақтың келіншегі. Мен келем ғой. Байзақтан білмейді. Ауылда болған емес. Шауырғанда болды, одан көшіп кетті. Ол кішкентай қыз. Байзақтың туысқандары мен ғой, Сыван қырғызалар ғой. мен ғой, өз бауырлары бауырлардың шықты онда, кендейді. Сондықтан дәл бәрі туған бауырыммен. Сондықтан мынау сөзі жалғайық. Сөзі жалғайық. Естіген жоқпын. Мен бір көзім алтауыма бір білем. Сондықтан замешелі болып қалады. Сондықтан сөз жалғайық. Отырысты қызықтырайық. Біз жаңа сөз келіп орында Сара Ұлбола мен деп отырсам ма? Сен келдің, үшеуің бір жақсылап. Сөзді жіберіп жатыр, бәрін көріп отырмыз. Ұлбола өкпелеп жатыр, бар деді қой болар өкпелеп. Шын дедім. Тише отыр дедің бе? Жоқ, өкпелеген жоқпын. Қай уақыт деген білемін, ай отырдым да. Бізге уақыт жоқ қой. сені шетте де береді. Сондықтан Гүлбарам, Сара, Ұлбола классы. Соны арғай жалғай береміз. Бақыл Гүлбарам баста. Қонақта отырмыз. Ұлбола қыздар сөйлесін. Бұл қыз деп ойлады ғой, қыз деп ойлады. Ақылынан айналайын. Тыңдайық. Құрметті қонақтар, сыртта жерлердер, бауырлар, кластастар, мына үлкен керемет отырыс болып жатыр екен. Нығметтің туған күні болады деп естігенбіз бұрын. Аяқ астында 80-ге келген жасаймын деген сөзді енді бұндай болады деген жоқпыз. Негізі себеппен біз мынау курстастарымыз 70-ге толып Қызылордадан келеді. Тур қайтам деп сол жерден билетті өткіздіріп, осындай кіріп шығамыз деді. Сонымен Гүлмараш келатыр, самолеттен түсті, қазір бір жерде батада отыр, келеді. Содан кенжегүл түнде звондаған, мен ертең барам деген. Ол мені күтіп келмей отыр, оны ұмытып кеттім. Жаңа кіммен келген? Гүлжауһардың күйеуімен, әңгімемен таксист екен. Мырзаханмен ба? Мырзаханмен. Сонымен жаңа звондадым ғой кенжегүлге, келді, ол күтіп отыр, Қызылордадан келіп қойған ол. Өзіміз сұрпрыз сіздерді білмейміз, әшейін біз кіріп, жағдайы біліп кетейік, Жомарт біздің әйелі құшқылап кетейік деп ойлағанбыз. Сосын жаңа Гүлмараш звондады ғой, ойбай, мыналарды көрдік, сен Гүлбарам бара бер, мені күтпей. Мен ажағынан келе берем деді. Інім бауырыма кірем деді ғой, онда мен өз бауырыма кірем дедім, мен онда Жомартқа кейін кірем, осы жаққа кете берейін деп.
Mына тойларыңыз тойға ұласын. Нығмет айналайын, жасыңа жас қос, денің сау болсын. Аллаға сансыз шүкір, мынадай Бейсенкүлдей жар бергенге, бұл шаңырақ негізі біздің кластастарының қара шаңырақ деп есептейміз. Осыраға соқпай кетпейді, осыраға. Бұл жаңа еркелейді бізге, өйтем, бүйтем деп қорқып алып. Сол жер жаман, сол жер жаман, әйтпесем бар жағы жақсы ғой. Осындай қыздарыңа рахмет, сен жасап берем. Негіз тауым бекер қайтардың балдардың. Балдар сондай мүмкіндік болатса, ол әке-шешесін құрметті болса, ұсақ беру керек еді, әлде де кешеміз 80, алла 80-ге жеткізсін енді. 27-ге мүмкіндігіміз бар. Осындай той барлықтарымыздың үйлерімізде болсын, барлықтарымыздың деніміз сау болсын. Бізде енді 70 деген аз жас емес, тек ойнап күлгеннен, жүргеннен басқа ештеңе қалған жоқ. Балдар енді тек қыдырып, өсіп көтеріп жүру бір-бірімізді. Сондықтан барлықтарымыздың үйлеріңізде осындай той болсын. Ай, мен енді жаңа еғасын, еніме, бауырыма, салатта жер. Отыра алмайды. жоқ, жағам ғой, Өзіңмен орғын көрі ширақ болып жақсы. Мен ба? Ой, мен ширақпен болатын едім, мен де аяқтан тындым ғой. Айтқан ағамды өзіңді. Бой білдірмейміз ғой. Білдірмеу керек. Бұл білдіріп қоя береді. Алдарыңызда тамақ беріп Туын көтеріп жүргенде әйелге байланысты барлығы. Әйел жақсы келетін қонақ көп болады. Қоймай шағырмай. Рахмет. Енді бәрі болады дегенмен жалғаса береді. Тамақ қалды. Сөзді берейік. Тамақ берейік. Nasıl toplumdayız? Aslan bak. Отырған орындарың жол алмасын. Ежіне елеулі халқына қалаулы болып, осындай хақ айды Алла нәсіп етсін. Бәріміздің де бақытай күніміз жақсы отырған орнымыз жоғалмай, деніміз сау болып жүре берейік, ұқсап жүре берейік. Жүре берейік. Sen de son artık sen de şuraya ver. Жүре берейік, мен отырып сөйлеймін. Alabilir miyim? Alabilir. Söyle ayağı olmayı var. Келген құдағайлар, қош келдіңіздер. Мына біздің құрдасымыз, класстасымыз, 10 жыл бірге оқыған. Туа бітті бір ауылда тұрамын, Нұрмет құрдасыммен. Сосын осы туысқандар жақсы екен деп, осы ауылға тұрмысқа шығып, осы ауылда қалдым, жеңге болып. Сонымен айтысып, тартысып жүреміз. Azından beri azından beri şu bölümlerin havayı çiverdim, kurasını çiverdim arasını. Rahmet edin. Rahmet edin. Süydüm, toğandımın toyunun sakatına desem, есік ашып келем десең құттағаным сол есікте дейді. Ой, сен сосын кешке ма, түсте ма деймін ғой, балам бір жаққа кетіп қалған, мені әкелетін бала. Бір шаруамен. Содан кейін мыналарды көрдім жаңағы бірінші Бейсенкүлді көрдім, одан Сара кім Сыңғылай арқалар келіп жатыр. Міне түсте екен ғой деп баламыз бадан айтып шаруам бітейін дедім, қайтсай ана Нағыметтің үйіне түсте жиналып жатыр екен. Мен апаратасың ба апарамайсың ба десем баламенен апарып тастап келем ғой дейді. Ойбай кел деп сол дереу келген жермен. Жақсы, мынау енді 70-ге келген де бар. Біздің құрдастарымызда келмей кеткен де бар. Жастайда кетіп қалғандар бар. Әркімнің өзінің Алла бұйыртқан жасы болады. Сол жасын әркім Алланың берген жасын жасай берсін.
Нығметке жеңге болам деп ақсақ болып қалдым ағасы кеткесін. Қайтын таяқ сүйенім жүрмін. Құдаға еркелеп жатқансыз ба? Иә. Құда жоқ қой, құдам жоқ қой. Мына құдаға еркелеп жүрмін, білмеймін. Бұл еркелеген онша білмейді, түсінбейді. Ол өзі ауырайын деп маған шақырды. Өзің ауруын, сенің ауруыңнан мен ауруым күшті деп екеуміз отырамыз. Телефонмен айтысып. Сол жақсы, Құдай қуат берсін. Өліп қалған болмаса ауру менің күшім Сенікі күшті емес, сен жоқ. Жоқ қойып маған. Енді Алланың бұйыртқаны. Сен 70 жасы аз емес, кәдімдіктен шығар. Иә, жақсы, Құдайға шүкір болған дейін жақсы өмір сүрдік. Бала шағалар айтырым болсын, өлі батыр, бәрі үйлі жайлы дегендей, Нығмет те сондай. Екеуміздің балдарымыз құрдас. Екшеу құрдас. Иә, сондай. Сонымен, жаңа қызыма алмақ айтып жатырмын да, мен балама жіберіп қой мына суреттен. Көріп шешесі ол деген ғой, мамам жағдай жақсы екен ғой деп қасын деймін. Жақсымыз Құдайға шүкір. Құдай Алла осы жақсылықтан айырмасын. Сөзін тоқы деп, денсаулық берсін. Ақсақ қоя, тоқсан болады, бұйырған болады. Осы жарық үйге шеге той-тойлап жүре берейік. Ертең бір 70 жасы ма соған дейін аман есен. Қолымыз азаймайды. уақыт жоқ. Қытай келсең, уақыт жоқ. тамақ жемейді, сәлем. Алла Тамақты дала шыққым кетеді. Қанған бір келді? Осындамыз. Таңатан келіп жаңа ауыр ғой, күнбарестің Çay vermezsiniz mi? Çayınız var mı? Құданы Қалайсың, жағдайың жақсы ма? Ахмет ағайындар. Нағашым әрі жиенім. Алдарыңызға Жек жақтамаймыз. Қолдарыңыз бар. Құрдасым, кластасым, Құлақтарыңыз досым. осы. Мына Бозбаның қызына алған. Әліңізде Қалай жағдайларың жақсы ма? тамақ әрі Жаңа дегенді кетіндерін шеге отыра қалдым. Зеткен аза ойламайды. Отырамай кеттім сені көріп айналайын. Алланың еркен жақсын жасап отыра берейін. Аллах барды. Жақсы. Қой, жігіні толтыр болсама. Иә, сондай болған деді. Жүк көтеріп жүре алмадым ғой дейтін Құдайға шүкір. Сырлайық Құдайға шүкір де. Жақсымыз Құдайға шүкір. Ақсақ болса жарық үйге өзінің осындай жөніп жатқан жерде өзінде бір алмалы президент бар. Әр асабаның президенті бар екен. Біз көп емеспіз. Шағын столда отырмыз. Көп тойда отырған жоқпыз. Бір бердік қой, екінші рет. Енді көп табақтар құдаларымызға екі шөліз күтіп тұрмыз. Мен ойлағам, тамаққа дейін бәрін бітірсек. Жоқ сөйлейміз. Біз өзіміз. Сондықтан сіздер бір ауыз көремін мен, бәріне бере аламын. Екінші бере жүрмейді. Ақырда беріп жатыр ма? Иә, үлкен тамақ. Ол жерде келіп жатыр. Ал, ауылдамыз, үйдеміз. Туған жидебіз. Әрқашан ойлап жүре береміз. Алыстағы жақында балдарымыз аман болсын. Бесекең бір жастыққа қартайыңыздар. Біздің шалының көрмеген қызымыз көре беріңіз. Ортамызда бірге құда қалдыңыз ғой. Екеуміз кетіп қалып, түйе қарап кетіп. Мен құдағайлар кетіп қалған. Рызай? Әрқашан ашықта осы отырған сіздер жақсы қосын айтқасыңыз. Той тойлап жүре берейік. Ауырмайық, сырқамайық. Ауруды айта білмей. Алла жақсымыз, Алла тағала біз жақсымыз, жақсы тұрдық, бақыттымыз. Өміріміз деп азында айтуымыз керек екен. Сол кезде бар Алла тағала сол құлағына отырады екен. Байқалап жүре берейік Алла. Әрқашан
Мен шешем жасым десін, ол басқа ештеңе айтамайды. 94-те шешем бар, ол барын жасым десін. Нешеге келіп сен? 94-те. Ой, молодец. Жетіп ашып қуатымызда оқысып, мал бақпады. Кір болса да саяқ дейді. Көзі көрмейді ғой. Кеше тиктоктан жүзген кемпірді көрдім, сөзі бәрі жақсы. Жалған жеріміз. Бар екен, бар. Бір көз көрмейді. Қажық қой. Жемеймін. Иә, сол ғой. Класстастарыңыз келіп жатыр. Бәріне де рахмет айтамыз енді. Құдағайлар Тағылет. аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Бұл кісі шауып кетсін енді ауырмай. Шаптырамыз. Бесекеңе еркелеп, жаңағы мадал ғой бұл кісі. Бесегімді үйге кетемін сөз. Бесекеңде аман болсын. Көрінген балдар, ойдағы құдаған балдар аман болсын. Бәріне де тілектеспіз енді, ауырып қалып дегенде ойбай дейміз, жақсы болып кетсе. Жақсы болып, қуанып қаламыз бізде. Сізге де тілектеспіз, аман болыңыз. Бір тойда келсек, аман болайық сол үшін алып қойып. Айтамыз ғой, ауырамыз ғой. Тілектеспіз, бәріне де тілектеспіз. Сонда да көңіл ет деген адам біраз жерге Ай, келін. Екі керек, екі. Ой, жоқ. Не болды? Ұқпаймын ғой мен вообще. Қойшы? Мағыл көреміз. Біз артын күтеміз. Құдағайлардың сөзіне. Вилка керек, вилка. Бұл болады. Бар, Сен задым. Ана білсең күл қайда қыз? Аяқ шамалы жетпей. Әйтеуір бәрін шамалы. Шамасы келмейді. Неге? Денесі біледі. Балының қызымды бағымды. Қорқпаймын мен. Бізде азия құдағайлармен. Сондағы сізден, сондағы қайсыңды. Соның қызметіне, сол қызметіне кеп отырып, Дұрыс, алған дұрыс. Алла қай жерде бізді өзінің жолдасылар алып тұрған ол Аллаға, бірақ өзімізде сенім болу керек, өзімізде соған лайықты болу керек. Сондықтан бірақ айту парыз, алдан өту парыз. Ассалаумағалейкум. Жаңа орналықтар келеді. Сондықтан көрдіңіздер, папалине бола береді. Сондықтан әзір Қайнымау нағын ұстап Жақында да бір столда бассам болды. Отыр. Таварым, Мына стол бар, ай шақалақ қайда, мен қайрым қайда? Қалайсыздар, аман есесіздер? Кістірсе болады, столды. Сен күл. На, бала передесіңдер. Сайрангүл. Одан Базаргүл. Роза. Сәкеңдегі құрдасым. Келіп жатыр. Алла тағала осындай дос берсін бізге. Осындай дастархан. О, серке. Основной ұзақ ғұмыр мықты жас берсін. Айтып жатыр ғой, өзіне, өз жағыма бұрайын деп атсам, біз артқа кірмей жатырмыз. Мен артқа кірмей өкінбеймін.
Өйткені осы сөздің өзінде біраз айтып қойдым. Енді қайда бір завай. Кім қайда? Мырзабай қайда? Қияқтың бір жігітін бір жаңадан келгендерге бір болмаса басқа балалар шақыр. Ай, мен күтіп отырмын, мен баттыққа жасам оқымай жатыр, Бірақ сүле көрпеше керек. ол жинап жатқанын білмейді ғой. Екеумізге отырыс жоқ, аяғына. Қызбет екеуміз қол. Сен құясының айтып бұл. Гүлбарам сөйледі, обама сөйледі. Енді келген қонақтарға таныстырып жаттым. Құда қайда? Таныстырдым. Енді көмес. Құдасы сөйлесін. Сәлетім бар, базарым бар, ұрызым бар. Өзі жоқ, мен сияқты дүгінде. Сондықтан осы күндердің берілдеріне тәкел көжекер. Анауың өшере сені. Мен құттық отыр ғой, қайда? Ол өшпейді ғой. Біз бәрінің ертің түсіремей қаласың. Ахмет қой, Ахмет. Нұрбет. Оу. Берейсің. Досын. Ағайын арасында, арасында. Ауырмай сырқамай шауып жүрелер арамызда. Нағымат қалсын, әр уақытта аман болсын, амандықта болсын. Дастархан тойға жайсын, Нұрбет. Маған бес келем. Келе берейік біз. 90 асып Бәріміз отбасымыз аман болсын, бала шағамыз аман болсын, солардың қызығын көріп жүре берейік. Бізге одан не керек бізге, иә? Аман болайық. Роза, бөлмей қойын, қосып жер. Неме? Яқтырдап жер өткен, бөлмейін деп тұрды. Ахмет сәке. Векіс болмаған үшкі жеткіске келеміз. Бүгін қарауыл тәпкен векіс болды деп. Қыздар жабылыңқырап кетті, жасаймын туған күнім туралы болғанда. Сөйтсе, құдай векіс болмаған екен дейді. Жекесіне шығып алды, шеріміз қап күлгеніміз ай. Денің сау болсын. Өмірлік жарым Бейсенкүл екеуің өсіріп жатқан ұлдың қызығын көре бер. Денсаулығың зор болсын, несіберің бәрі мол болсын. Құдай қаласа, мына достарың ортасында жарқырап өз орныңды көрсетіп, әрдайым төрде болып, мына ауырып жатқан елдің бәрі 70 жылдың 69-ында қап кетсін. Құдай қаласа, жақсылықта тойда кездесіп осы үйлерінде ылайым жақсылық бола берсін. Қыздарымды бір жерге оқуға түсірдім деп қуандым ғой. Рахатын көріп, қызығын көріп, құдай қаласа олғыздар да өз орнын тапсын. Соның жаңағы несі болып, қуайсы болып жүре берейік. Тойға келейік әрдайым. Туған күнің тағы да құтты болсын. Бекітіш болмай енді. Сәрі күнме, базар күнме? Қасиетім, сен тұтқаның. Мен тұтқаным. Мен нағмағы білмей еттім. Нағмағы не? Ей, саған жақын алпеген болдың. Сәзір кәпсілді дегенде. Давай, мақыл. Мына, осы қожабанат қойыңдар, шабанға болды. Не дейміз? Ол бесе көрдік қой. Бейсенкүл әді үйінде отырақ деді ғой, Нұрбет амағанда. Қап кетеді ме? Иә? Күлкі болсын деді. Болдың ба? Болдың ба? Телевизорға қарап, есікке қарап болып отырады. Ай, молодец.
Жалғаймыз ба? Geldim koy geldim. Bilmem bana verdim. Бейсенкүл. Тыңдайық сонда. Иттер қыздар. Тыңдайық ма? Сәлем көшелейін. Ұларның сөзінде қалған үшін әлі той алда болса да алдын ала ескертіп бірін ескертіп дейді келіп жатқан жайымыз бар. Дастарханымыз тек тойға жайылсын, нұрмен сөзге келе берсін. Деніміз сау, осыларды осындай ауызбіршілікпен бірігіп бір-бірімізді көріп, ынтымақпен сыйласып осылай жүре берейік. Еліміздің халқымыз аман болсын, басшымыз аман болсын. Бейсенкүл мен Нығмет аман болсын. Құда қаласа, Нығметтің шаңырағы кілең тойға жайыла берсін дастархан. Қай уақытта бас қосатын болса, осы жерде отырамыз. Осы арада кездесеміз. Майыпкеге баратсақ та бәрі осы жерден шығамыз. Орынбай мен Сайрангүлді қосып жүреміз. Орынбайға мені қосады да, одан кейін мені ажырап келіп, қайттан Нығметке қосады, қайттан бараттағым. Нығмет онша қызыққан жоқ. Қалмұратқа қосады, мен қосыла берем ғой. Қайын екеміз ғой яқты ол zaman. Жүре береді екен, орталарында. Қалмұраттың Жоқ, ауызша қосады ғой. Бойдақта ес бар ма? Бана береді. Қалмұрат сөзін сөйлеп жатыр, қосылса ғой. Ол мен күйеу балам, ол мен сөзім сөйлейді. Мен нағашым, шешем осы директор қызы Божбан. Аман болайық, жаман болмайық. Ниетіңе жеттің, ниетің орындалды, арман тағы орындала берсін. Шалым жүзге келіп қасында сенді жарбиып отыра бер дейді. Ақтысты әже, ақсақалды ата бол. Сендер мен ақсақалдың бәрін білеймін. Ендері сау болсын. Бұлан сені құрмет шауып кетсін. Артында қашан бар деп жүрмін ғой. Базар күнге микрофон керек, айтпаса. Божбандардың біраз бірге еп. Базар жалғап жер. Базар күнлері сайрам қысым. Артында керек. Тыңдаңдар. Сөз естілмей қалып жүрмесін. Әлі қолым тимейді десең, қолым тимейді. Тыңдай, базар күнге. Деп қой. Нәкемнің туған күнің құтты болсын. Жасың ұзақ болсын, денің сау болып, наурызы болған қыздарыңның қызығын көр. Дастарханың әр уақытта осында қызықшылыққа, тойға жайылсын. Есептілігі бір жастықта қартайыңдар, 100 жаса, ауырма. Аяғың жазылып, атпай шауып алды. Қойғасын қайным аяғында қойсын деп атқаным ғой. Қайным сүреткен мен аяғым басамай қалдым, содан жақсы болып кетпайын. Құда қаласын, болады. Бір ауру үшін Алтатадан мештен шықтым. Енді әркімге әртүрлі әсер етеді. Бүгін де маған жақсы болмас. Барлықтарыңызда дендеріңіз сау болсын, етірған орындарыңыз жоғалмасын. Нәкеңейне өстіп, туған күн тойларға келіп тұрайық. Біз қоятын ұсыныс болған Гүлбарам Бірәм деген оған сайрақын қосылады. Бар, енді батыр. Дұрыс қой, кеп батыр деп отыр. Мен нәкеңе жабатын шапаным. Маған жабасың? Сіз бәе қамырық қалы келеді. Мен де келем ғой. Қайтардан маған біреу беретін сияқты. Аяғысынан несі келсін? Жазда да бар шығар, жетістер. Жетеді. 30-40 адам бар. 70-ке келіп бастаған қанша? Алла қаласын. Гүлбәресте бар, мартымызда. Мен бар. Менің жазға қойып жатырмын. Мен күйеуір алып, Сен бірақ мен. Керек мынандай. Мына, телефоны. Мына үш қыздың тілегіне алып қояйық, содан кейін Гүлбарам ән бастасын. Жеке-жеке деп жатыр.
Бірақ ана жетпей қалған айтылмаған жерде Сол ұмытпаған жерді тоқтамай өтірексен де айтып кеткен жоқ жетті мынау енді айтып жатыр ғой енді Нығметтің 70-ке келгенде неге айтпаймыз? Елге сәлем деген біреулер айтты. Өлең айтам деген Ай, ағайыны туғандарымысың, қақтарым қыран барымысың, қиядан тобыны тарататын, сіздерде құдам барымашын, ақпақты таудай дереті бар, ескінің ата салты бар, үлкенді сыйлап құрметтеу, қазақтың ата салты бар, қазақтың ата салты бар. Болсыншы аман апамыз, болсыншы аман атамыз, тілегені сөзі жақсылық. Болсыншы қабылы бадамыз, армысың абзалы ағалар, ағадан кіші жағалар, сіздердей асылы болмаса, біздерді кімдері бағалар, армысың сылқым жеңгелер, жеңгелер жерге өңгерер, береке байлық дастархан, сіздерге кім бар теңгелер, ай, сіздерге кім бар теңгелер, армысың құрбы құрдастар, заманы бірге сырластар, сіздердей достар болмаса, ай, тамаша тойды кім бастар. Армысың абзалы інілер жүрді жүгірер, ай, інісі кімнің бар болса, батасы өрбібі өрілер. Армысың ерке жеңгелер, жеңгелер жерге өңгерер, береке байлық дастархан, сіздерге кім бар теңгелер, ай, сіздерге кім бар теңгелер. Жалынды сәлем жалпыңа, бас ием ата салтыма, қуанып қарсы алатын. Ризамына боржбана қалады. Сәлем жалпыңа, басем ата салтыма, қуанып қарсы алатын. Ризамын алашқалы Azondan ben bostan kaylamağın ne diyorsun? Мен демал болайын. Ay, azondan айтсайсың өлеңді. Бұлай бар ғой. Телефонда Енді қойылды ма? жақсы әр тыңдаса көп қыз деп шулаймыз. Жағымызда өнбесе, құлаққа өңдейді өнбесе. Бұл осы аяққа істеп отырады. Салттан мынау. Біреуге не сұрап отыр? Енді мынау жастық шақты бәріміз 70-ке келейік, жастық шақты еске алайық. Қыз болайық. Бал едің кеше, бүгін елдеміз, 70-ті еңсерген. Ақпан тек орынын ақ жаулық басқан, әжеміз еді сенген. Кешегі жігіт, бүгін сен ата, аттырап шашыңда. Бойды үзеп қызың, ер жетті ұлың, немерен қасыңда. Хей, керемет шіркін, өмір ай кеткен, өтіпті қырық, жазбенен көктем, демейік бірақ, біз қалды қартайып. Ой, келіңдер достар, қосайық басты, ысырып қойып, ұлғайған жасты, балалық шаққа бір барып қайтайық. Естеме сонау, ажайып көктем, жүрекке жыры төккен. Алғашқы сезім, самал боп өткен, жүрекке жыры төккен.
Айтылған сырлар, айтылған жырлар, бәрі де бәрі есте. Көңіл марқайып, барып қайтайық, мал дәурен белеске. Керемет шіркін, өмір ай неткен, өтіпті қырық, жаз бенен көктем, демейік бірақ, біз қалдық қартайып. Ой, келіңдер достар, қосайық басты, ысырып қойып, ұлғайған жасты, балалық шаққа бір барып қайтайық. Ана асаба деген Балалық шәкесіне түсіп кетті. ойланып тұрасың ғой, наның бәрін бірден жеп қойғайық. Тағы бір тостың есемір садан күлді, әнді көрсең, жалыққа күлді. Біз бір сөз берейік анаға. Өйткені бәрін әншіміз. Тостынан кейін ән етсең не ойламайды. Сондықтан солардың ата келген көптіктардан болады да, күліп қойма. Біз әкім алып кеттік. Мен қалдым. Жалғыз қалып Мырзабайла сөйледі ма? жоқ, олар көршіміз ғой. Атшаға біз ғой жоқ. Көрші жағын ең бірінші. Бізді ана жақтан сұрайды, бұл жақтан сұрамайды. Ана жаққа барған сұрайды, көрші біледі. Біз сояққа барайық та, мен алмайсың. Сосын біз сұраймыз. Біз әңгіме айтып жатқан ғой. Кім қалып кетті? Айтыңдар, қолдарын көтерсеңдер, мен қалдым деп. Biz жаңадан сөйлеп қоядық, сендер кеп қалыңдар ғой. О, кеп қойыңдар. Кеп қалып қойды. Біз ойын құрын жаңа Мына жерде есікке алдым, есін жинап алдым деп тұр. Сол жақта қарап отырмын. Сондықтан мына жерде мен келіншем қалып тұр екен. Мырзабай қалып тұр екен. Қадиша келін деген Енді маған сөздің қажеті жоқ қой, бәрін айтып қойған. Жесірет бала бар әлі. Сонда бұлай. Мәселе онда емес. Бұл жерде жасымызға, басқамызға қараймыз, қызметші жігіттерге өзіміз сөйлеп алып кетіп қалуы мүмкін ғой. Айттық болды деп. Аузы қарайып деп қалуы мүмкін. Сондықтан мына жерде бір өзіміз қостап жүрсің. Ал. Ашып кеткен бәріміз. Ашына жүзе жақсы болмай ма? Ашмай тұрма. Не өте біледі? Аяғым бас. Қалғырып бұлай жүреді. Бүгінгі құдалардың 15 жасқа толғаны құтты болсын. Дендері дені сау болсын. Әр уақытта немере шөберелердің қызығын көріп қоймай жүре берсін. Асырқаны тойға жайылсын. 100 сақ жаса. Сен жылың қанша? Қай жылғысын? Құрдан жүресің. 59. Кола ойдырсын. Елім жоққа. Көпшілік тұрға жинаған қауым. Бүгін жинаған себебіміз Нұрмет ағамыздың 5-ші мерейтойына келіп жатырмыз. Алланың берген нәрсіне сай берсін, сау болсын. Өсіріп жатқан бұл қыздардың қызығын көре берсін. Кенже күннің қайсысы ғой? Немере шөбере шегер берсін. Той. Әрқайсыларыңыздың отбасыларыңыз болсын. Сау болсын. Нұрмет біз көрші болғанымызға қанша 60-тан бері қарап 65 жылдай болып қапса ғой. Сұрауға болады неміз? Нұрмет ағамыздың дені сау болсын, ауырмасын. Дені сау болсын. Десе 25-те анау-мынаудың бәрі 25-те қалдына 25 жылы құда қалса. Аттай шауып кетсін құда қалса. Дені сау, мынау балдардың қызықшылығын көріп. Жүре берсін. Дастархандар осындай әрдайым құлшылыққа тойға жайыла берсін. 70-інде шамады, 80-де өлтірем деп отыр ғой. Аға жеткісі соған. Қадиша сөйлемей мен. Соғын.
Hadi. Yok, o da gelen bir grup kapmaydı. Hadi, hadi. Mehmet'in 70 жасы деп жинап етті. Бас қосып жатсыздар. Құтты бола берсін 70 жасың. Денің сау болсын. Бесенкілге еркелей бермей, жүріп кет енді шауып. Қыс болғасында отырайық десе отырмайды. Осы отырысында бәрін жайғастырады, малға дейін бәрін өзі жайғастырады. Ауызын бар? Ауызы да бар, өзі де барады, бара береді. Бізге жылайды ғой. Олай емес. Пәтерлік оны бәрі. Арбамен жүрсе де бәрін істейді өзі. Бұрын істейтін енді. Дендеріңіз сау болсын, барлықтарыңыз сонау 70 жастарыңыз келіп жеткен құтты бола берсін. Денсаулық тілеймін, аман есен болыңыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет қайда? Рахмет орналайды. Махмет есен құтты бола берсін. Алам деген ал жәке, туған құтты болсын. Бір Аллам берген үлкен сый туған күн деген. Балдарыңа әке, немелерің ата болып жүре беріңдер бейсен бересің. Аман болыңдар. Ассалаумағалейкум. Рахмет болың. Ассалаумағалейкум. Бұл 55 жылға қатар осы бірліктің шаңын шығарып қатар өскен көрші ғалым. Келмеді. Мал құлаға түн айтады ғой, малым жоқ. Шатасын. Не сұрадан айтады екен. Тек отырайық қаршы. Ұят отқанды байқасын. Не сұрадан айтады. Тек отырайық. Әңгімені бөлме. Сондықтан біз қазір жаңадан береміз сөзді. Бірақ аяқта болайық. Новыйдан келеді, жеке келеді сөз. Мына жерде бізде нәпмен жаңағы толап қойған ғой. Негізі аяқтады. Ойласақ, ой аяқтады ғой, мен мынаған келіп тұр ғой. Өзі де бірден айтқан. Ал, қыздар жігіттер былай оу! Кел, ой кел. Қайнаға болып Давай, былай деп жазып, осы мынау жерде жазып 24 январь 2022. Құдағай, мынау сіздер керек. екеумізге не жасап жатыр ғой. Аңсырма білсен. Осы ғой, жаңағыдай. Маған ең сөз көрді. Бақыттымыз. Өнер сөйледі. Сөз бақыт. Бақыт. Жазып қойған. Аман келді. Аман келді. Сапқоз бұрын. Сіздер аман келді ма? Ой, бақ, бес өткен сөзіне бәрін жіберем болсын. Бұлай деп жазыптым. 22 жылы, 23 январда. Не де жазыптым? Өзгеріс бар ма? Басқалар ма? Бір өлең жаздым ғой құрдасына. Соны оқып берейік деп. Кешеге берем мен уақытым болған жоқ. Сосын мынадан артық сөз де таппадым. Бұны мен таныстырып қоясың. 22 жыл. Құдағайлар. Не? Кітап жазады. Өлең жазатын кітап ақын жазды ғой. Сондықтан мен енді Нығмет деген тілегімді енді уақыт берейін. Әйтсе мен бір сағат үстінде отырмын. Бір Нығмет өлең жаздым. Бірақ енді мен жеке тілегім болсын деп мына уақыт берейін. Ола ма? Ашқы жоқ, ашқы жоқ. Көреміз. Мен ашқымшы. Қояшы, мынады жетіп отыр. Көз нормально. Ассалаумағалейкум, Нығмет. Асыл досым, туылған күнің бүгін құтты болсын бүгінгі. Өзіңе өлеңменен жыр арнадым, басыңа бақ дәулет есігі ырыс қонсын. Бесенкүлік қасыңда қыздай болып, көңілің баяғыдай толқып тұрсын. Өзіңдей жайдарлы жігіт қайда, айтсам егер шынымен сөз ұрасын. Жастық шақ дәуреніңде бірге жүрдік, өткенін білмей қалып қайран жастың. Құдай-ау, уақыт қалай зымырайды, байқатпай өмірдің ақ-қарасын. 40 жыл мектепте ұстаз болдың, үйретіп. Жоқ, мен тамаш көрдім. Мен сияқты, тоқ сияқты. Оқи берсеңізші. Ашки болмайды екен. Мынауым жақсы екен. Байқатпай өмірдің ақ-қарасын. 40 жыл мектепте ұстаз болдың, үйретіп, шәкірттерге өмір тәрбиесін. Ағайын арасында сейлісің, абыройлы азаматсың, домалаған биікке өргетасың. Арқа тұтар атасың немереге, беріп отырған күн сайын ақ батасын. Алламыз зордан саулық өмір берсін, жете берсін шалдықпай жүзге жасың. Гүл жайнап ортамызда жүре бергей, ауырмай сырқамай ғазиз басың. Қабыл ал досыңның ақ тілегін, жасай бер жаса мәңгі, ер басың.
Жерге жазында 4 жыл өтті. Бірақ өзгерген бізде осы тілек, өзгерген шек жоқ. Осы тілегім. Бүгін түркі 7 жас дегенді қосуға болып, қалғаны бәрі солай келтірдім. Бүгінгі ақ тілегім, ойым жүздерім ішіп қойдық па? Мен ішіп қойдық. Өйткені бізге алда қаласын шабық берсін, артында заказ берсін өтірем ғой. 18 жыл. Келіп отыр, құрдасын деп отыр, естіп отыр, келіп отыр, Мәкенге арнайы құттықтасып отыр. Сондықтан бақаңмен жаңа келгенге біз сөйлеп отырмыз, мен сәл кетіріп oldu, өйткені аяқта екті. Біз де дәлмен тұрғанымыз. Сондықтан бақаң бұл сөйлесін сөзін антырып. Оға ма? Ән айтамын мен қоқсат. Бала ғой бізге арағанда. Нағымен тарттым ба? Бұл тойым жасап, үш балам той жасап берді. Жасамай қой деген, біз нағылымыз әкесі, нағып әке болып өтті. Жақсы өтіп берді. Әке, туған құтты болсын, денсаулық берсін, бәрің заман болыңыздар. Жылқы жыл дейді ғой, жылқының жесең ет, ішсең қымыз, мінсең көріп дейді. Жылқылы сияқты сізді атты шауқы деп беріңіз әке. Денсаулық мықты болып, жылқы жыл бәріңізге береке әкесін. Шырғаймен Нағимет аттай шауып тілектесіміз, бәрін бірге жүрген жігіттеріміз ғой. Ол тағдыр әркім алайын жазғы. Мен де 5 күн есімдіме жатып мені тәуір болып кеттім. Бір заман болыңыздар, бұл дастархан осы тойда жайылсын, бәріңізді шаңақтарыңызда той болсын, жақсылық болсын, мерекелеріңіз құтты болсын. Сол үшін алып жеріңізді. Құдағайларды танып отырмын. Аман деп сапқоз директорды айтатын ұмытпаған екен. Ана қоз жегенеге адам ұмытпайды екен. Пәленші болды болмаса. Директор көмесін болған жоқ. Сол үшін алып жеріңіздер құдағайлар. Сөйтші бәкен. Мен білдім. Сіздердің ауылдарын біледі екен бір алып жеріңіздер. Алып жеріңіз. Маған болмайды. Жүрек наға. Мен оны режим естіп. Құдағай келді. Құдағай келді. Абырда қоймайды. 12 дейді әлі 12. Сондықтан антракт беріп. Түркше арасы бар. Күлкіне болсын. Бөтетін жерге дейін. Бесе күш қолын қайтармады. Байла десті. Одан өлмейсің. Мен бесе күш. Жүз намазы қабыл болады. Бәрін үшін. Бір адам үшін емес. Көзге түсіп қаласың деп болсаңыз. Тәп-тәп жерді не болсын? Бүгін добрый боласың. Нәкен бүгін сөйлесе, ауа қойды бол. Әр уақытта той жайылсын. Әр уақытта осы басымыз аман есен қосылып, аман күтіп жолға. Антракты. Özledim
Yüzdek kanımız olsan gibi rahatlanır canımız. Şimdi dostlarım kaydasın, gönüllerin jaylasın. Şartlamayıp verimiz, şartlamayıp verimiz. Şarşamayıp şarşamaz, ayak burun kalmadan. Şulğulup bir bileğin, şarşamayıp olmadan. Şarşamayıp şarşamayıp, ayak burun kalmadan. Şulğulup bir bileğin, şarşamayıp olmadan. Soğuksun, o diyorum soğuksun. En bası bayrak diyor soğuk koy. Kalkanımız sat soğuk olur. Akşam göktü. Akşam göktü atmalar diyor. Rahmet. Anadan hoş etkiyormuş ama takdirler. Ha, hoş geldin. Aa, sözleriniz bana dağılmaz. Ha, süper. Alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Al. Ağa siz amacınız o. Teşekkür. Sözümüz de söz. O da geliyorsun çalmayın. Göz bulmalı. Olsun tuğanının, deni sağ olsun. Teşekkür ederim. Aman sen jüre versin, jüre jasanız. Ben bağımdan bir tilektim bәріне. Періштенің құлағына шалынсын. Айтылған тілек бар, айтылмаған тілектің бәріне қосыламын. Сол үшін алып қойыңыздар. Ой, Sen git kurmaytıydı bu da gel. Tuğan gününüz kutlu olsun, ömrünüz uzak olsun, семьяда бақытты болыңыз, біз екеуің бір жастыққа қартаймыз. Алла Тағаланың берген балдарының жақсылығын, қызығын көріп жүре беріңіз екеуіңізде. Айда şu Ақтауғайда, Жаңақорғанғайда деп, сіз не қылмайсыз, біз екеуің бәрі жүре береді ғой. Осы отырған кісілер әрқашан семьяда бақытты болып, зор үй сауық болып, әрқашан жақсылыққа басымыз қосылсын, ауырмай, сырқамай, бай қуатып жүре берейік. Ләкенге менің 94-те шешемін жасын беремін. 94-те анам бар. Сізде барлығы өтіңіз ба? Мен бұлтыр барғам жоқ. Бұлтыр барамадым мен. Бұлтыр енді біраз тыш шықсам. Kuy almayayım mı? Anam kurtar şeyiniz. Sizde de var mı? Var da çok. Yedi baslarımız var. Ya aldıran mı? Ahmet, Ahal abla arayı bir internette samsağa samsağa. Aslar samsağa. Vallahi nasıl buyuruyor. Bundan bu medyen. Toyda gezecek, yaşlıda gezecek. Yemeğe şükrü görün diyor. Mayın giyiyor. Ben vakti olarak geç koyduğum yer kaldık mı? O yüzden toy kop bozun. Güzel kalmış. Siz жаңа келдіңіз бе? Doğru. Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін. Деніңіз сау болып, құдағы екеуіңіз ұл-қыздарыңыздың қызығын көріп, немере шөберелеріңіздің күлкісімен жақтығына бөленіп жүре беріңіздер. Айтылып жатқан әрбір тілек періштенің құлағына шалынып, осы үйге тек жақсылық болсын дейміз. Тамақ ішесіңіз? Тек аман болыңыздар. Дастархандас болып отырған игі жақсылар, сіздер аман болыңыздар. Алла денеңізге саулық берсін, отбасыларыңызға амандық берсін. Тойда жақсылықта қауышайық, аман болайық. Ateke'yi de kızım vereyim. Rahmet. Niye kurdasın bunu? O ülken kavudasım getip kaldı. Sosun ağam ben erkem getip kaldı. Kaldık. Törtövümüz var bizde. Sol törtövümüz üşüyor olsun Ahmet. Senin gengi Raya degen kavudasım, Zoya degen kavudasım. Ben Yadvar'da tutarım. Raya canım, Şimdik'teydi. Onu Raya Yegülköy'ün 20. yadı var. Zoya Keşe 23. yadı var. Mehmet 24. yadı var. Ya sonra eski kadar buradayım. Vakitte ömrü girgen. Ya Kuda kalasa bu yıl 70'e oldu batır. Kudaşa diyorsun, kudaşa. Ne kaçıyor karşı kudaşa. Bu aparmasın.
Амандасасыз. Үйде келдіңіз. Кемел жас деп жатады. Ақсақалды жастың басы деп жатады. Оған дейінгі жасты 60-тың маңайын әлі жаспын деп жүреді адамдар. Сондықтан мынау кемел жасым құтты болсын айналайын. Сен ақсақал, баяғыда ақсақал болып қойғасын. Мен бір қуанатын нәрсем бар аха. Осы ауылда енді бәріміз туысқанбыз десек артық жоқ. Сол жерде әйтеуір көп нәрсені осы қызметке сеніп жатады. Мысалы, ағайындарға бір жақсылық жасау керек болып жатса, соған бірдеңе жинау деген бар ғой. Ең бір қиын жұмыс қой өзі. Соны осы Нығметке тапсырып, Нығмет біреулермен сол үшін ұрысып, айқайласып жатады жаңағы. Біреулерге кәдімгідей жағдай айтып жатады, өзінің жұмысы сияқтанып. Оның өзі бір ақсақалдық деген сол менің. Келеді. Осыған сенгесін сондай болып жатыр деп, мен өзімше ана жақта жүріп мәз болып қуанамын. Мектепте абыройменен мұғалімдігін атқарып, пенсиясына шықты. Ол да бір үлкен қуаныш қой. Содан кейін енді мінекей балдарды өсіріп, ата-ананың ең үлкен табысы да, ең үлкен жетістігі де ата-ананың баланы жеткізу, жай ғана жеткізу емес, солар белгілі бір дәрежеге жетіп жатса, сол ата-ананың еңбегі деген сол. Ләйліп кетпей, өзінше болып кетпей, қандай керемет балдар бар, қыздар бар, абырой беріп жаңағы екеуін осы Бейсенгі келдім екеуін жақсы сыйлап қарап отыр. Ол да бір бұлардың ата-ана ретіндегі үлкен табысы, інімнің үлкен табысы. Одан кейінгі ең үлкен табыс Құда жекжат аттырып адамның. Мен мынау ақаңды айтқым келеді. Ақаң деген бұнан тұтамыз. Жаңағы кішкене үлкендеу деп атқан себебім жаңағы Бейсенкүлдің ағасы болғасынан кейін жол үлкендеу болады да басқа құдалардан. Бұл ақаң өзі бір жағы тағы күйеу балалығы да бар маған. Мен қарындасымды алған. Бір құлағын алып келді маған, қой өтті. Аға рахмет. Үлкен басыңызбен келіп сыйлап, осындай бір Нығмет деген күйеу адам бар еді ғой. 70-ке толып жатыр екен. Жақсы әңгімемді айтайын. Ризалығымды білдірейін дегенге сізге рахмет айтамын. Ал енді өзің Құда қаласа, мен бажан қойым. Бұл кісінің бұлардан үлкен қалекен қайда? Жарамай қалды қазір жүруге. Көзі көрмейді. Көзі көрмейді. Бұрынғыдай. Тәшем де айтты, тәшем. Бажаларын түгілді бадым, бажалар. Мен Есенкүл деп жатыстырып атқан күйеу балдары бар жаңа ағаның. Аға рахмет, үлкен азаматтығыңыз үшін, үлкендіктеріңіз үшін сіздерге көп рахмет. Енді мынау бұл үлкен құдағайын етіп келіп отыр. Бұл да бір үлкен бір керемет адамға жақындықтың белгісі. Осындай етіп бір құдамның қызышылығы бар екен, соған бірге барып қайтайық. Әңгімемізді айтайық, тілегімізді айтайық, жұрттың тілегіне істейік. Деп сол келгендеріңіз үшін сіздерге, осында жақсы әңгімелеріңіз үшін көп рахмет айтамын. Ал енді арыстығы, сіз екеуіңіз болса да ең кішкентай боласыздар ғой. Бірақ сендер бір табан жақынсыздар. Әлі нағашымыз боласың, Арыстеке. Елің жаңағы біздің шешеміз, анамыз. Сол құрбанның 6 баласының 6-ауында өзіне жақын көретін. Соның бірісін қой сенде ол. Сол жаңағы Абай бабайда біз тұрғанбыз, өмір сүргенбіз, өскенбіз. Абай сол Абайда туған. Сол жерде мектептің директоры болған бұл кісінің, менің көкемнің әкесі. Менің әкем колхоздың бастығы болған сол жерде.
мынау құдағай әр қарындасымсың. Қызым десем де болады, батекеңмен біз қатармыз, бірге өскенбіз. Талай 100 грамм ішкенбіз, шын айтайықшы. Иә, өте жақсы адам еді. Рахметіне келіп, дастарханға келіп, иә, бірге болғандарың үшін рахмет айтамын. Енді ар жағында Әшіркүлді айтпай кетсем болмайды. Командир бар еді үлкен. Орынкүл дейтін бәріміздің командиріміз бар еді. Ол больницада жатыр. Сол айтты. Бірақ Әшіркүлдің келгеніне қуанып жатырмын мен. Одан кейінгі генералдың бұсы ғой енді. Ол кісі командир. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Ана қыз жаңа айналайын. Рахмет айтып келгендерге. Мынау дастархан тек жақсылыққа жайылсын. Айналайын інім, жасың ұлғая берсін. Алланың берген жасын бейсенгі дөген бірге жасай беріңдер. Жаңағы мен айтқан ұлдарың мен қыздарыңның, одан өрбіген немере шөберелеріңнің барлығын рахатын көріңдер. Осындай дастарханды жақсылыққа жайып, осындай құлалардың басын қоса беріңдер. Бұл батаменен ерге көрет деген бекер айтылған сөз емес. Осының бәрі тілектің бәрі бата. Сол батаменен көгере беріңдер, көркөе беріңдер. Бұда біз, ұлықе біз қара шаңырақ дейміз бұл жерде. Біздің әкемізді, шешемізді осы жерден аттанған бақилық сапарына. Сол себепті біз қара шаңырақ деп есептейміз. Қара шаңырақтың иесі мынау менің інім Нығмет. Келдім жаңағы осыда главный иесі. Сендердің осы қара шаңырақ болып отырғандарыңда біз үшін үлкен абырой. Осында келгіміз келіп тұрады. Міне осындай дастарханда жақсылық жағдайда басымызды қосуды Алла нәсіп етсін. Алла! Алла беріңдер. Бұл кісі 5-6 кітап жазған ғой, үйде тұр, мәкеме жоқ қадар еткенде, енді сатып қой деймін. Құдағай тілек айтсын. Иә. Құрметті бүгінгі 70 жас туған құтты болсын, дені сау болсын. Көрсеткен бала-шағаның қызығын көріңдер. Жайылған дастархан әрқашан жақсылыққа жайылсын. Не деймін, көп сөйлемей. Осындай туған күннен туған күнге жете беріңіздер. Рахмет. Сол үшін алып қойыңыздар. Қайныңыз бар, маған өлеңіңіз бар. Ана сумкам бар. Том болмайтындай, біразақ түсті. Сен томбайсың. Нағы жуар керек келді. Al koşanızdır. Al. Abay. Ағайын екеуі, алыпсың деді. Al ağızlarım. Bizim adına Var şopan duvar sızılgandı gözümün güllerin ay Yanday jürüp ayda şaray Diken bezli ıntıl saray Eşinde koklaragay Bırakırısın gözümün güllerin ay Karayım
Sunaqtımız aydındı. Karındasın bilin dedi onu söylüyor. Hayır, karındasın. Buna yedi o kadar Bu istiyor. Kocan kızım. 70 жас деп жатырмыз ғой. 70 жасқа келген де бар, келмеген де бар. Осының кластасына 5-6 кетіп қалды. Мына кісі бір класс кетті. Бір класс ашты. Содан жаңағы балалар айтты десе, ресторанға жасайық, көлік әкеп мінгіземін деп. Оған өзі рұқсат бермеді. Сосын келген қонақты үйден күтейік, не де болса. Есік ашып, қай уақытта болса. Достары келеміз деп, звондайды қайта-қайта. Бұл енді не керегі бар, керегі жоқ деп біраз білесіз ғой енді. Сөйтті, бірақ оған келіндерім келіп жатыр, балдарым келіп жатыр, қой дастархан жасап, естелік болып қалады деді. Сонымен көкеге звондап, абысыныма звондадым, өстіп жатырмыз, келіңіздер деп арнайы. Енді өздері даталығын ғой, басқа уақытта жасамасаң да болады. Сөйтіп жатырмыз, барлық уақытта дастарханымыз, тойға келіңіздер, қай уақытта болса да. Құдаларым келіп жатыр, құдағиларым келіп жатыр. Мен әкем орындар, әкем дейін ағам келіп отыр, қазір. Мына жездем, үлкен жезде, бірақ жезде де өмір айтпаппын. Мен бұл кісіні ажай ретінде санаймын да. Сондай кісі өзі. Жақсы кісі. Ашырқадың жақсылығы. Әбекең келіп жатыр. Жаңа біраз достарымыз келіп отыр. Біраз киелі бар, кетіп жатыр, біраз келіп жатыр. Соның өзі үлкен мәртебе ғой. Кешке тағы да келеміз дейді. Мына жиендер бар осы арада. Әпшеміздің қыздары бар. Олар да кешке келеміз деп жатыр. Құдайға шүкір деймін. Әйтеуір сыйластықтың арқасы шығар соның бәрі деймін да. Барлықтарыңызға рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызға. Бірақ Ғайша құлап қалған қиын екен бір. Құламай жүреді ғой. Шанталақтап құлады. Мен жылдамын ғой, өтіп барады бір теуіп кетеді. Айттым. Не алмай жатырмын. Кешке барамыз, бір жерде тұрмыз. Сонымен Үнжу келінінде құдағиым келе алмай отыр. Сонда да Маржанды жіберіп, осы қыз ғой, сол құдағиыма қарап отқан. Рахмет. Әйтеуір бар жақсы ғой. Оған барады, бізге келеді. Арасында әйтеуір. Қазір бағайым Шамалды аяғынан Шамал неғып қалды ғой. Бізі өте жақсы адам. Айтары жоқ оның.
Biz yapamayız öyle ya. Biz yapamayız. Kuldan kanka gittiyiz. Sonra öyle ya. Öyle kayıtta sayın. Kendisi de kuldan kan. Kuldan yemeğinden böyle. Sonunda da değerli bir diyorum. Öyle sonraydı bak. Özüm sözüm. Sözünü Yeniden de kelam yapkanlar özüm ne yapatım. Ya böyle bu başım gözüm. Kulüp olsun diyor. Kulüp olsun. Anamızda koyga bırak, dünyaya koyga bırak kılıyoruz. Abi sizde Avruman jası canlık betimiz endi. Avruman olsun, der eski жылda kalsın Avruman der. Ya, осы жаңа жылда жақсылығымен, жаңалығымен келсін әйтеуір бәрімізге. Тойымыз той қаласын. Әкемен бітіп несіне қойыңыздар. Ya Allah. Ya ben söyleyeyim demeyin. Oldu. Mana Cenab-ı karnlarını dasturxandagilar o'ta qizilqa joysin. Şangıraqlarına bakta ölüp keliversin. Şangıraqlarına Allah'ın nuru olsun. Herkesin de üylerine koyga gidiyor. Amin. Allah bereketi versin.